Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Гүлнұр. Сізді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Қазмайының емдік қасиеттері күн сайын көбірек ашылуда. Бұрын бұл өнім дәрігерлердің орнына емшілер болған кезде қолданылған, бірақ қазіргі заманғы дәрігерлер мен ғалымдар бұл өнімнің емдік қасиеттеріне қызығушылық танытуда. Ол терапевтік емдік мақсатта ғана емес, сонымен қатар косметологияда кеңінен қолданылады. Қазмайының құрамында омега-3 май қышқылдары, көптеген микроэлементтер, магний, мырыш, натрий, селен, мыс, никотин қышқылы, альфа-токоферол. Оның құрамында қаныққан және полиқаныққан қышқылдар да бар. Омега-3 қышқылдарының жетіспеушілігімен метаболизмнің барлық түрі бұзылады, тері құрғайды, шаш түсіп, тырнақтар сынғыш болады. Аталған элементтер кешенінің арқасында қазмайын ауырсынуды басатын, иммуномодуляциялайтын, қалпына келтіретін және жараларды емдейтін құрал ретінде кеңінен қолданылады. Сонымен қатар оның антиоксиданттық қасиеттері де бар. Құрамда қазмайы бар препараттар зат алмасу процесін реттейді, иммунитетті нығайтып, терінің және липидті тосқауылдың су балансын қалпына келтіреді, қабыну және ауырсынуды жояды. Мамандар қазмайының денсаулыққа тигізер Видеоны бастамас бұрын қазақ тілді каналға қолдау білдіріп, лайк басып, өз пікірлеріңізді жазып, подписка жасауларыңызды сұраймын. Видео соңында қазмайының халық емінде қалай қолдану керектігі жайында айтатын боламын. Ертеректе ішімдік ішердің алдында шай қасық қаздың майын ішу арқылы асқазанды ішімдіктен зақымдамай, адам бойына токсиндердің таралуының алдын алуда қолданған. Қазмайы токсиндерді кетіреді, жаралар мен күйіктерді емдейді, пневмония мен суықты емдеуге көмектеседі. Өнімді қолдану көрсеткіштері: гинекологиялық проблемалар, жатыр мойны эрозиясы, қабыну процестері, тері патологиялары, атап айтқанда псориаз, экзема, тромбофлебит, шаш түсу, туберкулез, геморрой. Қарсы көрсеткіштер: қазмайын келесі жағдайларда қолдануға болмайды: жүктілік және лактация кезеңі, бауырдың созылмалы ауруларының өршу уақытында, 3 жасқа толмаған балалар, холестерин деңгейінің жоғары науқастар. Қазмайын тері аурулары, суық тию, күйік және аяз болған кезде қолдануға болады. Сондай-ақ қазмайы өкпе аурулары, бронхит және тіпті тыныс жеткіліксіздігі кезінде өте пайдалы. Мысалы, псориаз кезінде сабын тамырының ұнтақтағы бір ас қасығын 3 ас қасық қазмаймен араластырып, псориаздан зардап шеккен жерлерге үнемі жағу керек. Бұл қоспа кез келген гормоналды жақпаға қарағанда әлдеқайда жақсы және денеге мүлдем зиян тигізбейді. Айта кету керек, аяз болған кезде терінің зақымдалған аймағын суық сумен шайып, қазмайымен жақсылап майлау керек. Ол теріні жұмсартады және теріге өзіндік қорғаныс береді. Иммунитетті көтеру үшін 15 грамм алоэ шырынын, бал, какао және қазмайынан жасалған тұнбаны ішуге болады. Аталған қоспаны қыздырып, жылы сүтпен 1 шай қасық тұнбаны қосып ішу керек. Сүтті дәл осы әдіспен тәулігіне 2 рет ішкен дұрыс. Жөтелмен бірге жүретін бронх өкпе аурулары кезінде 100 грамм араққа 100 грамм бал және 100 грамм майды араластырып, қараңғы жерге тұндыру керек. 1 аптадан кейін қоспаны пайдалануға болады. Тәулігіне 1 шай қасықтан күн сайын қабылдау қажет. Теріңіз күйген кезде, күйген теріні қалыпқа келтіруде қазмайы таптырмас ем болып саналады. Ол үшін күйген теріні күніне 2 рет теріні күйдіріп алғаннан соң бірнеше күн өткен соң жағып отыру қажет. Егер сізде теріңізбен проблемалар болса, емдеу үшін алдын ала ұсақталған емен қабығын 20 грамм және қазмайының 115 граммнан тұратын қоспаны қолданыңыз. Тұнбаны теріге жағып, целлофанмен үстін жауып, кейін дәке немесе таңғышпен байлап қояды. Процедураны 1 сағат бойы жасаған жөн. Дәрумендердің жетіспеушілігімен байланысты күзгі-қысқы депрессия кезінде қазмайын қалыпты мөлшерде тұтынған жөн, өйткені ол табиғи антидепрессант болып табылады және созылмалы шаршаудан арылуға, ұйқыны қалыпқа келтіруге және жалпы көңіл-күйді жақсартуға қабілетті. Қан айналымын жақсарту үшін таңертең және ұйықтар алдында 50 грамм қазмайын жеген жөн. Жатыр мойнының эрозиясын емдеу үшін
қаз майы, кептірілген календула гүлдері және бал қажет. 100 грамм майды ыдысқа салып, 1 шай қасық туралған календула гүлдері мен бірдей мөлшерде бал қосыңыз. Мұқият араластырыңыз және пешке 30 минутқа қойыңыз. Дайын ерітіндіні сүземіз. Салқындаған кезде ішкі жыныс мүшелеріне лосьон ретінде қолданылады. Қаз майын далаға шығарда және ыстық ауа райында бетке жағуға кеңес берілмейді, себебі оның құрамында көптеген май қышқылдары бар. Ол ультракүлгін сәулелердің салдарынан теріге керісінше зиян келтіруі мүмкін. Қаз майын көп жағдайда ұйықтар алдында қолданған жөн. Қаз майын созылмалы жүрек-қан тамыр ауруымен сырқаттанатын жандарға да жиі пайдалануға болмайды, себебі оның құрамында холестерин болғандықтан ол қан ұйып, тромбтардың жарылуына әкеп соқтыруы ықтимал. Ең кең таралған буын аурулары артрит, артроз кезінде қаз майын ерітіп, бірдей пропорцияда камфора майын қосып, ауыратын аймаққа және 2 аяққа қатар жатар алдын сыртын целлофанмен жауып, 7 күн бойы жағу ұсынылады. Егер 7 күннің ішінде әсерін көрмесеңіз, емдеу курсын 2 аптаға ұзартыңыз. Егер сізді геморрой мазаласа немесе тік шегіні жарылған болса, қаздың майынан свечи жасап тік шекке қойып жүрсеңіз, ауруыңыздан тезірек айығасыз. Сонымен қатар, қолыңыз жарылып немесе ерініңіз жарылып кеткенде, қаздың майын күнделікті жағып жүрсеңіз де тез жазылады. Қаз майы өте төмен және жоғары температурада өзінің пайдалы қасиеттерін жоғалтпайды. Осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Сіздермен болған дәрігер Гүлнұр. Каналға қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий қалдырып, подписка жасауларыңызды сұраймын. Сіздердің болмашы ғана әрекеттеріңіз мені шабыттандырады. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.